Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі керемет болып шығатын картошкамен дайындалатын чебурекидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып қойдым. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне сұйық май құямыз. Содан кейін ыстық қайнап тұрған судың үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді суымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып, осылай вилканың көмегімен ұнымызды араластырамыз. Мен суды 3 бөлікке бөліп құйдым. Содан кейін барып, ең соңында қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Мінекей, қамырымыз осындай болып шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Осылай картошкамызды турап, піскенше қайнатып аламыз. Және бір үлкен пиязды ұсақтап турап, аз ғана майда қызарғанша қуырып аламыз. Қызартып қуырып алдық. Енді піскен картошкамыздың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап езіп аламыз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Енді үстіне қуырылған пиязымызды маймен бірге салып, оны да біркелкі етіп, езіп араластырып аламыз. Мінекей, осымен салмасы дайын. Енді қамырымызды жайып, чебурекилерді дайындаймыз. 30 минут бөлме температурасында тұрды. Енді оны таразға 30 граммнан өлшеп аламыз. Немесе көз мөлшермен кессеңіздер де болады. Егер чебурекилер үлкен болсын десеңіздер, 40 граммнан да жасасаңыздар болады. Барлық қамырларымызды 30 граммнан алып, домалақтап шығамыз. Енді дайын болған қамырларымызды кезек-кезек домалақтап жаямыз. Осылай оқтаумен домалақтап, жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей, қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді үстіне салмасын осылай бір шетіне жағып шығамыз. 2 қасықтан саламыз. Келесі қамырымыздың үстіңгі жағын алып, осылай шет-шетінің барлығын біріктіріп шығамыз. Келесі әдемілік үшін вилкамен қамырымыздың шет-шетін осылай басып шығатын боламыз. Барлық чебурекилерді осылай дайындап шығамыз. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне чебурекилерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Бізде чебурекилер өте тез дайын болады. 2-3 минутта дайын болып пісіп шығады. Кезек-кезек 2 бетін алмастырып, қызартып қуырып аламыз. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.